Ал Ақтауда ұлттық кәсіпкерлік палатаның филиалы ашылды. Бөлімше бұдан былай аймақтағы кәсіпкерлердің құқығын қорғап, шағын және орта бизнесті дамытуға қолдау көрсетеді. Кәсібін жаңа бастаған шаруаларға заңдар жөнінде тегін кеңестер береді. Мемлекеттік органдар тарапынан заңсыз тексерістерді тежеуге де ықпал етпек. Отандық өндірісті қолдаумен қатар кәсіпкерлерге техникалық және кәсіби білім беруді дамытуға да септігін тигізеді. Бөлімшенің ашылуына орай 5 аудан мен 1 қаланы қамтитын өңірлік кеңестің құрамы бекітілді. Шаһарға арнайы барған палата төрағасы Абылай Мырзахметов құрылған жаңа ұжымға сәттілік тілеп, келешекте өңірдегі бизнестің дамуына осы ұйымның ықпал ету керектігін айтты. 9 сентября создана Национальная палата предпринимателей. Осы жылдың қыркүйегінде үкімет пен Атамекен одағы ұлттық экономикалық палатасымен бірлесіп, ұлттық кәсіпкерлер палатасын құру туралы шешім қабылдаған болатын. Осыған орай еліміздің барлық аймақтарында филиалдар ашылды. Енді аймақтық кәсіпкерлік палатасы шағын және орта бизнестің дамуына жағдай жасауға күш жүгерін салады. Кәсіпкерлік субъектілерінің сыртқы экономикалық қызметін ынталандырып, инвестициялар тартуға да ықпал етеді.